Әлемдегі ең күшті идеялардың өзі бір нәрсеге қарап, бір нәрседен шабыт алу арқылы пайда болған, және Масаши Кишимотоның ең үздік туындысы Наруто мангасы да бұған дәлел. Осы видеода мен сіздерге Нарутодағы көптеген дүниелердің қай анимеден алынғанын және Нарутода қалай өзгеріске ұшырағанын айтатын боламын. Сәлем достар, сіздермен аниме өмір, ал кеттік. Масаши Кишимото шабыт алған манга «Өлімсіздің қылышы», яғни «Клинок бессмертного» деп аталады. Қазақ тіліне дұрыс аудардым деп ойлаймын. Егер сіздер дұрыс нұсқасын білсеңіздер, астына жаза кетіңіздер. Ол манга Наруто мангасынан сәл ертерек шыға бастаған. Манга сюжеті бізге орта ғасырлық қатыгез адам өмірін шыбын құрлы көрмейтін Жапонияны бейнелейді. Ал енді сол манга бойынша түсірілген анимені Наруто анимесімен салыстырып көрейік. Байқағандарыңыздай, бас кейіпкер нар тұлғалы, өмірге өте ашулы Ирукаға ұқсайды. Ал оның арқасындағы свастика белгісі Наруто мангасында Хьюга әулетінің маңдайында тұратын белгіден аумайды. Ал мына опенингтегі қыз Шизунэнің қаруына ұқсас қаруды пайдаланады. Опенингтің соңындағы қызыл ай Нарутода да талай көрсетілген болатын. Бас кейіпкердің денесіндегі тыртықтар, жаралардың іздері Нарутодағы әртүрлі кейіпкерлерден көрініс тапқан. Осылайша Кишимото өзіне ұнайтын манганың элементтерін алып қана қоймай, оларды өз кейіпкерлерін ерекшелеу үшін пайдаланған. Және бас кейіпкер немесе жалпы осы анимеде қолданылатын қарулар Наруто анимесінде көптеп кездеседі. Видео барысында оларға біртіндеп тоқталатын боламыз. Ал бас кейіпкердің регенерация қабілеті Токиолық гүлді еріксіз еске түсіреді. Бірақ Кишимото өзіне ұнаған дүниелерді тек көшіріп қана қоймай, оларға өзгерістер енгізіп те отырған. Мысалы, мына кейіпкер Итачидің қанды жауыз прототипі десек те артық етпейді. Ал мына әжейдің бетіндегі суреттер Нарутодағы от елінің белгісі және кейбір серияларда чакраның белгісі ретінде де бізге таныс. Бас кейіпкердің қаруды түстеуі Забузаның Гатоны өлтіру сәтіне ұқсайды. Және бірінші маусымның басында Наруто чакра жинау барысында өз қаруларын жиі аузымен тістеп тұратын. Нарутоның ең алғашқы серияларындағы төбелес стилі де Клинок бессмертного анимесіндегі төбелес стилін еске түсіреді. Шизунэнің қаруын қолданатын қыз болса, түрінің және киімінің дизайны бойынша бойжеткен Иноға қатты ұқсайды. Демек, бұл Иноның прототипі. Енді шашы өрілген қыздың төбелесіне назар аударайық. Не байқадыңыздар? Ол да өз пышақтарын Нарутодағы кунайлар сияқты саусақтарының арасымен қысып, солай жауға қарай лақтырады. Және қараңыздар, Нарутодағы өз-өзін басқа объектке ауыстыру джутсуы да осы анимеден алынса керек. Ал мынау Клинок бессмертного анимесіндегі сюрикендер, Нарутодағы сюрикендер осыларға ұқсас, солай емес пе? Ал Джираяның толық сенин модының формасы бетін бетпердемен жауып алған, иығында бақсқа ұқсайтын нәрселері бар жауынгерге ұқсайды. Шимура Данзоның және Хирузан Сарутобидің қолындағы таяқ мына беті сызылған әжейдің таяғына ұқсайды. Ал мына шашы жоқ, бірақ көз әйнегі бар кейіпкер Шиноның және Эйбисудың прототипі болса керек. Қаруларға тағы да тоқталып өтсем, Райга және Ринго Амеюри қолданған тұмандық найзағай қылыштары бас кейіпкердің отын жарып жатқан қылыштарынан алынған секілді. Және бас кейіпкер балық пен бақа қуырып отыр, ал Нарутода шинобилер орман, тау, су ішінде көбінесе балық және кесірткелерді қуырып, соны тамақ қылып жатады. Ал бас кейіпкердің шылым шегу әдетін әкелі балалы Хирузен мен Асума бөлісіп қайталаса керек.
Ал мына жігіттер тұмандық жетілікті не Акацки ұйымын еске түсіреді. Какашидің прототипі де осы жерде көрсетілген. Тек Кишимото Какашидің шашының үлгісі мен түсін өзгертіп, оның көздерін де өзгертіп, оның бетіне бір тыртық түсірген. Ал екі ағайынды жігіттің жарысып адам өлтіруі Учиха әулетіндегі күшке иеленуге арналған бақталастықты еске түсіреді. Ал әулет басшысының әлсіздеу тұлғаны жеңімпаз деп тануы Хагароманың Ашураны өз ізбасары ретінде таңдауына ұқсас. Ал мына ер адам егіз Хьюга Хияши және Хьюга Хизашидің прототипі десек те болады. Ал Наруто мен Канахамарудың бетіндегі бояулар мына әйелдің үстінен алынған сияқты. Бұл жайттардың барлығы Кишимото Наруто мангасына өз идеяларынан бөлек өзіне қатты ұнап әсер еткен манганың біраз элементтерін қосқанын көрсетеді, және бұл элементтер Наруто анимасын және мангасын керісінше байыта түсті. Күнделікті өмірде Наруто анимасын көріп отырғанда біз әрине бұндай жайттарға аса мән бере қоймаймыз, бірақ енді сіздер Наруто әлемі жайлы білімдеріңізді одан әрі толықтыра түстіңіздер. Егер осы видео сіздерге ұнап жатса, мен оның екінші бөлімін жасауға дайынмын, және егер сіздер Наруто анимасы мен Матрица фильмдерінің ұқсастықтарын білгілеріңіз келсе, онда мына видеоны көріңіздер. Көп рахмет, сау болыңыздар.